ұлттық қордан бір айда 25 миллиард доллар ақша алған. Украинаның бүкіл активтерін сатып алуға болатын еді. Не істейді енді? Амал жоқ, ақша басып шығарады. Енді Украина халқы алдағы 100 жылда орыстарды кешірмейді. 100 жыл бойы жек көріп өтетін болады. Сәлем, YouTube'да Қарапайым экономика арнасы. Оның жүргізушісі мен Нұрғиза Қыдырбайұлы. Біз бүгін Украина мен Ресей арасындағы соғысты және шиеленіскен экономикалық әрі геосаяси мәселені талқылайтын боламыз. Ресей бюджет тапшылығын жою үшін осы жылдың қаңтарында бір ғана айда Фонд национального благосостояния деп аталатын ұлттық қорынан 25 миллиард доллар ақша алған. Егер осылай жалғаса беретін болса, бұл қордағы ақша күзге дейін жетпеуі де мүмкін. Экономикасы көтермейтін болса, Путин Украинаға не үшін шабуыл жасады? Әлде ол сандарды қосу мен азайтуды білмейді ме? Сандар аз емес, миллиардтар. Жоқ, Путиннің сандарға, экономикаға, цифрларға, статистикаға түкіргені бар. Оның ең басты бас ауруы бұл билікті сақтап қалу. Ойлап көріңізші, Ресей халқы Путинді не үшін жақсы көреді? Дұрыс айтасыз, жеңісі үшін жақсы көреді. Оның Кавказдағы, Шешенстандағы, Осетиядағы, Абхазиядағы, Бесландағы және Қырымдағы жеңісі үшін Ресей халқы Путинді жақсы көреді. Бір кездері Шешенстанды тәуелсіздік алуға ұмтылған кезінде орыстар аяусыз бомбалаған болатын бүтін бір Кавказды. Ол кезде қазіргі президент бір кездері КГБ-ның офицері болған Владимир Путин премьер-министр лауазымында еді. Яғни Владимир Путин қан төгуді өзі президент болғанға дейін-ақ бастап жіберген еді. Ол Шешенстандағы бұл жеңісін өзінің атына жазды. Оның абыройы артты. Солайша бұл Путиннің президент болып сайлануына түрткі болды. Орталық Азияның басқа елдеріндегідей емес, Ресейдегі әрбір сайлаудың нәтижесі шындыққа бір табан жақын болды. Өйткені Путин әр сайлаудың алдында өзіне оңай қарсылас тауып алып, оны аяусыз бомбалап, солайша өзінің Ресейдегі абыройын арттырып отырды. Мысалға 2014 жылы ол Қырымға шабуыл жасап, Қырымды өзіне тартып алады Украинадан. Солайша ол Ресейдегі өзінің абыройын арттырды. Бүкіл Ресей телевидениесі ол кезде бұл Путиннің жеңісі деп жар салды. Осының арқасында 2018 жылдың басында ол президенттікке қайта оп-оңай сайланып алды. Себебі Путин өзінің халқына басқа еш нәрсе бере алмайды. Ол Ресей халқына экономикалық бостандық пен жайлы тұрмысты қамтамасыз ете алмады. Ең болмағанда өз халқына соғыста жеңген халықты сыйлады. Солайша халқы кедей болса да, тұрмысы нашар болса да, ең болмағанда өзін жеңімпаз халық ретінде сезінгенін қалады. Біздің есебіміз бойынша Путин 2014 жылы Украинаға шабуыл жасаған кезде Украинадағы барлық олигархтардың активтерін қоса есептегенде Украинадағы активтердің құны 110 миллиард долларды құраған. Ал Қырымдағы олигархтардың активтері 15 миллиард долларға пара-пар болған. Путин сол кездің өзінде бүкіл Украинаны сатып алуға жағдайы жеткен. Өзінің атына емес, әрине, өзінің бай-бағландардың атына, мысалға Ротенбергтердің атына, Алишер Усмановтың атына, Тимченконың атына, Абрамовичтің атына. Бірақ ол ақшамен емес, күш қолдануды, соғысты таңдады. Біз видеоны әлі ары қарай жалғастырамыз, ал сіз Қарапайым экономика арнасына тіркеліп, осы видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Солайша 2014 жылы Путин өзінің әскеріменен Украинаның бір аралы Қырымды тартып алып, Ресейге қосып алды. Ол кезде Қырымның экономикалық және геосаяси маңызын ескермесек, Қырымдағы активтерінің құны 15 миллиард доллар болатын. Неге ол өзінің ақшасыменен сатып алуға болатын нәрсеге әскери күш қолданады? Себебі Путинге активтерін арттыру, ары қарай баю маңызды емес. Ол үшін өзінің қаншалықты құдіретті қолбасшы екенін дәлелдеу маңызды болды. Ол кезде Украинада дәл қазіргідегідей ұлтшылдық, ұлттық принциптер жоқ еді. Ең бастысы, Украинада Ресейдің
ФСБ агентурасы тәп-тәуір жұмыс жасап тұрды. Қырымнан айырылып қалған соң Украина оянды, ұлттық мүддеге, тілге қайта оралды, ұлттық рух пайда болды. Мысалға, бұрын украин тілін білмейтін Зеленский қазір орысша мүлдем сөйлемейді де. Міне, бір ұлттың рухани оянуы деп осыны айтады. 2014 жылы Украина Қырымды Ресейге мәжбүрлі бергеннен соң 8 жыл бойы орыстың пропагандасынан, олардың орыс әлемі деп аталатын идеологиясынан арылуға күш салды. Батысқа қарай бет бұрды. Бұл еңбек зая кеткен жоқ. Есесіне 2022 жылы 24 ақпанда орыс әскері Украинаға 3 жақтан басып кергенде, Украина әскері бұларға төтеп бере алды. Сонымен бұл соғыс Путиннің жоспарындағыдай болмады. Батыстың санкцияларынан соң елдің экономикасы одан әрі құлдырай берді. Қаңтар айындағы Ресейдің бюджетіндегі дефицит 1,8 триллион рубль болған болатын. Ал біздің есебіміз бойынша бұл сан жыл соңына дейін 6,5-7 триллион рубльге жетуі мүмкін. Немесе бұл 100 миллиард ақш доллары. Бұдан шығатын екі жол бар. Біріншісі, фонд национального благосостояния деп аталатын ұлттық қордағы қаржыны түгіне қалдырмай тауысу. Екіншісі, ресейлік құнды қағаз саудасына жеңілдік. Қазір кім Ресейде құнды қағаз сатып алуы мүмкін? Әрине ешкім, тек Ресейдің ұлттық банкі ғана. Бұл дегеніміз тағы да Ресей жаңадан ақша басып шығарады деген сөз. Ақшаны печать ете беру әрине рубльді құлдыратады. Шамамен бұл тығырықтан шығу үшін Ресей ұлттық банкі 0,5 триллион рубльді бір айда басып шығарып отыру керек. Және оны айналымға жіберу керек болады. Бұл әрине инфляцияға, азаматтардың кедейленуіне алып келетін болады. Дәл қазір Ресей Федерациясының ішкі жалпы өнімі бүкіл әлемнің ішкі жалпы өнімінің 2%-ін құрап отыр. Егерде Ресейдің экономикасы құлдырап, бұл меже 1%-ке дейін азайса, Ресей Федерациясын әлемнің экономикалық картасынан сызып тастай беруге де болатын болады. Ал егер Украинадағы соғыс 2024 жылға дейін созылса, Ресей жалпы кедейлік шегінде өмір сүретін болады. Себебі Путин ел табысының 3%-нан астамын әскерге жұмсайды. Ал Еуропадағы орташа көрсеткіш 1,3-2%-ның аралығында. Мысалға, Германияда 2%. Ішкі жалпы өнімнен әскери салаға бөлінеді. Әлемде тек Америка құрама штаттары ғана 3% табысын әскери салаға жұмсайды. Ал егер Ресей Федерациясы өз экономикасын әскери рельске түсіретін болса, бұл сандар 5-6%-ға дейін жетуі мүмкін. Бұдан Қазақстан экономикасы айтарлықтай зиян шегіп жатқан жоқ, алайда басты істетсе, бұл геосаяси жағдайдан Қазақстанда жақсы табыс тауып қалуына мүмкіндігі бар. Әрі бұл Ресейдің экономикалық проблемасы Қазақстанның Ресейден экономикалық тұрғыдан толықтай тәуелсіз болуына алып келуі мүмкін. Бұл соғысты Ресей, Украина, Еуроодаққа және НАТОға қосылып жатыр деген сылтаумен бастаған болатын. Жақында ғана Финляндия Еуроодаққа қосылды. Бұл жағдайда Ресей еш нәрсе жасай алмай қалды, себебі оның бұл жасағаны, айтқаны тек қана сылтау еді. Ал Финляндия осыдан 100 жыл бұрын ақ Ресейге емес, Еуропаға еліктейтін ел боламыз деген шешімді қабылдап қойған еді. Осыдан біраз жылдар бұрын отар ел болған Финляндия қалайша бұл күнде дамыған елдердің қатарына ілесті. Сол туралы біз видео жасаған болатынбыз. Сол видео қазір экраныңызға шығып тұрған болар. Сол видеоны көріңіз. Ақлала гүлдер өлкесі жайлы, яғни Финляндия туралы видеоны көріп шығыңыз. Ал біз сізбен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.